Баршаңызға сәтті күн. Бүгін сіздермен котлет жасаймыз. Жасалу оңай, берекелі, дәмді және тойымды тамақ. Ең бастысы бір ғана ыдыста пісіреміз. 400 грамм капустаны ұсақтап тураймыз, немесе үккіштен өткізіп аламыз. Оған 600 грамм кез келген фарш саламыз және ұсақ үккіштен өткізілген бір дана пияз қосамыз. Екі сарымсақтың тісі, бір үлкен немесе екі кіші жұмыртқа, дәміне қарай мен чили, паприка, хмели сунели, тұз, қара бұрыш қосып жақсылап араластырып қоямын. Енді гарнирін дайындаймыз. Оған пияз, сәбіз, бұрыш, картошка тураймыз. Қазанға пиязды қуырамыз. Ол қуырылғанша котлет жасай береміз. Кез келген формада жасаймыз. Мен осылай үлкен етіп бірақ жасаймын. Пиязымыз қуырылды, сәбізін салып, жақсылап қуырып аламыз. Сосын болгар бұрышын саламыз. Ең соңынан дәмдеуіштерді және мен томат пастасын қосамын. Жақсылап араластырып алған соң картопын салып араластырмаймыз. Суын картопқа кішкене жеткізбей құямыз. Тұз себеміз. Картоптың бетіне жаңағы дайындап қойған котлеттерін қоямыз. Суы қайнаған соң баяу отта 45-50 минутта пісіреміз. Асымыз дайын болды. Түрі сондай тәбетті ашып тұр. Көріп тұрғандарыңыздай сөзсіз дәмді капустасының бар екенінде білінбей қалды. Міндетті түрде отбасыңызға жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Осындай жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін каналыма жазылып, лайк басып қойыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын.